Бүгінгі обзорда император үшін жасалған ең қымбат Toyota 100 жылдық Toyota Century. Не деген тыныштық мына, құдайым. Қазір Локизм Митқа келдік. Императорға арналған доводчик өзін қараңыздар. Сәл бүйрегі тас түсті. Бүйрегі сөйлеме бұрқылы. Көрейік может ерекшеліктер бар ғой екен. Бар ғой. Бұйырса осымен міне осымен ана бағана дайындап отқан машинасы майға болады. Шолуды бастамай жатып, кішкене тарихқа көз жүгіртейік. 1967 жылы Toyota компаниясы, барлығымыз білетін, өздерінің негізін қалаушы Сагиди Тойоданың 100 жылдығын атап өтеді. Ол күнді жай атап өтпейік, біз императорға арналған аса мықты, аса надежный, бұзылмайтын 100 жылдық көлікті шығарайық деп, барлық өздерінің филиалдарынан Toyota компаниясының ең үздік мамандарын тарттырады. Сөйтіп, ең үздік мамандарының қолынан, яғни осы бүгінгі көлік ол машинамен емес, қолмен жиналатынын ескере кеткен жөн. Қолынан жинап 100 жылдық ғасыр дейтін Toyota Century'ді жасап шығарады. Яғни бүгінгі обзорда 2500 жыл династиясының тарихы бар император үшін жасалған ең қымбат Toyota 100 жылдық Toyota Century. Не деген тыныштық мына, құдайым. Мынандай тыныштық, гармония ғой мынау. Мүлдем ешқандай дауыс жоқ. Тып-тыныш, тек өзімнің дауысымды ғана естіп тұр. Мотордың да дауысы жоқ. Мынау кондиционердің дауысы кішкене шығып тұр. Қазірше мен өзімді императордың водителі қалып сезініп келе жатырмын. Қазір сіздерге бірақтан обзорды император болып түсіретін боламын. Бұл көлікте қарашы, ешқандай артық движениенің керек емес. Бұда тек отырып, кайфовать етіп, өмірдің рахатын, ляззатын алу керек. Поверните налево. Түгісінің дауысы ғана құртпаса. Қазір жаман жолдармен келе жатырмыз. Бірақ бұл көлік онда ештеңе сезбейді вообще. Қазіргі заманның Lexus'тары, прям майбықтары бере алмайды мәселесін. Шын айтамын сіздерге, кәдімгі ешқандай қоспасыз мына көлік деген. Енді ойлаңыздаршы, Япония деген техниканың атасы ғой, жапондар. Техниканың неше түрлісін ойлап тауып отқандар. Toyota мысалы, сол Япониянікі качество Toyota дейді ғой. Бұл көлік сол Toyotаның ішіндегі ең қымбат, ең осы сыйлы адамына жасалып шығарылатын көлік қой енді бұл, императорский. Сол себепті императордың көлігі, императордың жағдайына, деңгейіне сай болу керек қой. Поверните направо. Айналарын өзін айтшы біздің бұл ойлайсы. Японский стильде. Абайлап шығайық. Бізге ештеңке керек емес. Енді оқырмандар айтатын еді, сен аз түсіресің, аз айдайсың машинаны деп. Енді бүгінгі шығарылым ерекше болғалы тұр. Себебі мен алдыңғы шығарылымдарға ұқсамас үшін көлікті бір күн бойы сіздер үшін айдап, өзімнің шынайы эмоцияларыммен бөлісіп, шолу жасайтын боламын. Одан бөлек сіздер айтатынсыздар, қараңыздар деп бір сөздерді көбірек қайталайсың, тавтология болады деп. Бүгінгі обзорда сол қателіктердің барлығын алдын алып, тап-таза нейтралды түрдегі шолу жасағым келіп тұр. Сол себепті
Мен сіздерге бейімделем, сіздер маған да бейімделіп, мені қолдап, каналға жазылып, егер жазылмасаңыз, лайк баспасаңыз, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Мына адамдар қалай қарап. Түсінбейді ол кісілер деген ондай комфорт. Артында император отырып, деген кезде құлағына тап-таза естілу керек қой водитель. Тыныш. Мәссаған. Шынымды айтсам, біздің Кадиллактың комфорты мынандай емес. Мысық өлексіген жүреді. Даже сыртқа қатты естілетін сигналдың өзі ішке жай естіледі ғой. Өйткені ол артындағы маңызды кісінің мазасын алуы мүмкін ғой императорды. Барлығы қарайды. Вот мен сындым ба. Мен Кадиллакымды өзімнің Escalade'ді сатып, осындай көлік аламын, отвечаю. Мен бұндайды алғым келетін, алдында Глориядан кейін шықты да, ал мен ол уақытта уже Глорияны алып болған едім. Содан кейін ойландым да, қашан алсам болады, көру керек еді бірінші айдап деп. Ал бүгін мені маған айдау бақыты бұйырып тұр екен. Осы Century. Өшіп қалды. Қалмайды ташы. Несіне? Машина келе жатты да, тоғы жетпей өшіп қалды. Бір-ақ километр жүрдік ана жақтан, 1 километр всего. И өшіп қалды машина. Сол оталдырайын десе, вообще оталдырмайды, тоқ келмейді. Ол аккумулятор слишком слабый, бағана біз зарядтаған. Слишком әлсіз. Өте әлсіз. Тым әлсіз деп. Немесе генератор күш бермей тұр. Түсінбей жатырмын. Ешкімге тоқтамай тұр. Генератор салайын десек. Көреміз ка не болатын. Локи Земитқа үлгермеді. Братан тоқтады, зарядтан көмектесем дейді. Егер заряд алса, баған әрең заряд алды, қазір ауыстырып көрген дұрыс болады. Түсінетін. Алып келіп бар. Көрініп тұрғанда мен Кадиллакыммен новый бет. Өзім дейді, по-любому император сезіне алмайтын болып отырмын ғой. Оталып тұр. Соскасымен веселит. Все, братан. Жақсы, давай. Чон пісіміленіп кеттік ал. Терлеп кеттік ла, мен кондиционер газы қостым. Масқара, ё-майо. Мучиться еттік қой кәдім аккумулятормен. Сол үшін көліктеріңізді ұзаққа қалдырмаңыздар. Хотя бы арасында апта сайын оталдырып тұрсаңыздар, егер өйтіп ұзаққа қалдыратын болсаңыздар. Бәрі қарап отыр, бәрі қарап отыр. Мынаның плавность хода деген масқара ғой, не газда сезілмейді, не де сезілмейді. Бұл қорқынышты ғой. Жуардың алдында бензин құйып алайын деп жатырмыз. Одан 5 күйат шығар, кекілсін бізді. Қайын.
Азыр сіздерге керемет обзор Через жасаймыз. 300 метров поверните налево. Обзордан кейін Лоукизеттің кездесуіне кіріп шығамыз. Мына көлік ол жақта ең үздік көлік болу керек. Себебі Каз Ретро Гараж ең үздік канал. Бүкіл адамдар бізге қарап отыр. Сіздер үшін бүгін ұзақ айдаймын деп шештім. Қаланың ішінде жүре беремін. Қазір әлі паркке барамыз, Лоукизетке барамыз. Лоукиземитқа. Қалай, күшті ма? Ұнап жатыр ма? Тап-тыныш көрдіңіздер ме? Тап-тыныш. Өшіп тұр деп ойлап тұрсыздар ма машина? Машина қосылды. Бірақ тап-тыныш. Ай, епайныстыр. Император сезініп жатыр өзін. Мына қазір келе жатырмын да, ұзақ болды айдап отқаныма бір 40 минуттай болған шығар. Ощущение андай ғой. Ұйықтап кететін сияқтымын мына көлікте трассаға айдап шықсам. Ешқандай қиналатын, міне тып-тыныш, жан рахаты отырасың. Ұйықтап кететін сияқтымын. Болды ондай бір. Сымыры деп айтады артында император нәрсе. Сымыры дейді. Отыратын водительдерге арналған біз сияқтыларға емес. Ұйықтатады екен. Ештеңе істеудің қажеті жоқ. Машина өзі жүріп кетір, мен кәдімгі машина отқан сияқтымын ішінде. Мына қазір Лоукиземитқа келдік. Бұйырса маскамызды киіп алдық, ашық дайындап қойдық. Ана QR-сыз өткізбейді екен ПЦР тестсіз. ПЦР-імізді тексеріп, бұйырса кіріп көліктерді қарап шығайық. Қандай көліктер бар екен, бірақ біздің көлік номер 1 екеніне ешқандай күмәніміз жоқ қой. Сен бар ғой, ана жерге көш, кірейін алды жоқ, баннерді арт жағы қап тұрады ғой, сол баннердің алдына көш, болған қасына. Болған қаса? Дарханның өзі шықты да, саған ерекше орын дайындап қойдық, сен баннердің алдына Волган жәніне қойды. Ерекше орын деп. Кадиллак кемеге ғана несеп тұр. Ағам айтты дейді, Кадиллак барса барам, басқасы болса бармай қоямын деп. Кадиллак сұрап жатыр. Мен айтам, Кадиллак бұнда келмейді, Моторфестке барады. Если анда үлкен нәрсе болса, мынау үлкен емес па дейді ғой. Бұғанда жетеді деп қоямын. Все, кет, барып дальше обзорды түсіреміз. Бұл жерде көрдік, бәрі әдемі екен. Ұнады, спасибо. Ғасыр 100 жылдық деген атының өзіне байланысты бұл көлікті Жапонияның Toyota компаниясының ең үздік мамандары қолдан жинайтын болған. Яғни әрбір деталін машиналар емес, қолдан жинап, кәдімгідей бұрап, осылайынан біздің әрбір өзінің клиентіне беретін болған. Бұл Century'дің бастапқы кезінде, бұл 67 жылы шыққан кезінде әрбір осындай көлікке 100 жыл гарантия берген. Айттық қой жаңа, тарихын айтқан кезде Сагейти Тойоданың 100 жылдығына арналған машина деп 100 жыл гарантия берілетін көлік болған. Бұның стилін, дизайнын саған кезде жапондықтар қатты басын ауыртқан жоқ, себебі ол жақтың мінезі, менталитеті сондай. Олар қатты аса роскошты андай бүйтіп көрініп, Rolls-Royce секілді немесе Майбах секілді бүйтіп сыртын барлығы жылтырасын демей, олар тік сызықтар, яғни тік мінезді халық болғандықтан ешқандай артық керек емес деп шешіп, тік сызықты дизайнның стилін қабылдаған. Яғни барлығы көрдіңіздер ғой, тік сызықты, ешқандай артық андай вычурность жоқ, барлығы тік сызықпен жасалған. Міне
консервативті болғандықтан олар мысалы жапондықтардың басқарушылары болсын, өте қатты бай адамдары болсын, осы көлікпен жүретін адамдар, олар халықтың арасында қатты бүйтіп выделяция етіп, яғни көрінгісі келген жоқ. Олар керісінше халықтың арасында жүр, бірақ ішінде ешқандай ең соңғы модельдердегі мықты машиналардан кем түспейтін комфорт болғанын қалады. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, бұл жақта мына Toyotаның несі логотипі жоқ. Бұл жақта алтын феникс, яғни қораз деп айта берейік өзіміздің тілде. Алтын қораз орнатылған. Бұл жерде Century деген CI деген логотип орнатылған. Көрдіңіздер ме? CI деген. Бұл басында мына феникс барлық жерде болады. Логотип осы бір жерде. Одан кейін мына алтын қораз қалпағында. Одан кейін CI және де моторы V12 деген мына жерінде көрдіңіздер, мына артынға кіріп отыр. Және де артында мына алтын қоразбен Century деген әдемі жазу орнатылған. Тіпті тек қана мына сыртыңғы дизайн емес, мына көрдіңіздер, фараларының өзі тік сызықты. Бұл жақта ешқандай бүйтіп кинодағы Lamborghini сияқты Rolls-Royce секілді орнатылған. Тік сызықты, консервативті, өте байсалды мінезді көлік десек болады. Мына императорға арналған доводчиктің өзін қараңыздаршы. Ой, мынау присоска. Қайтан. Кайф, қой мына деген, кайф. Ендеше сіздерге мен ішкі интерьерін водительдің орнынан емес, императордың орнынан көрсетейін. Өзімді бір сәтке император сезінейін. Ал, бісмилла деп. Міне, нағыз комфорт деген осы жақта, құрметті достар. Деген басқа. Ой. Мыналар сізге көрініп тұрған шығар сіздерге. Интерьеріне келетін болсақ, мына жақта өте қымбат 100%-ық матадан жасалған, матадан жасалған орындықтар. Бұл кез келген кожадан, бүйірден барлығынан мықты мата. Бұл не себепті мата десеңіздер, императордың мазасы алынбасын, оның ешқандай дыбыстар кедергі жасамасын миына деп, осындай 100%-ық матадан жасайтын болған. Бұл үйкелген кезде, машина жүрген кезде ешқандай дыбыс шығармау керек. Сол себепті осындайдан жасалған. Және де император өзін император сезініп отыру үшін мыңдаған мың жақта функциялар бар. Солардың барлығымен сіздерге таныстырайын. Менде тіпті мына жақта список бар, кәдімгі ұзақ список бар. Толық электрлы диван, яғни мына мен отырған диван, мына кнопкаларды көрсеңіздер, толық электрлы. Мынаның барлығы қимылдаса, артының барлығы қимылдап, мына жастықтың барлығы қимылдап, және де мына жақты қарасаңыздар, мына жерде мына массаж жасайтын арнайы кнопка бар. Кнопканы бассаңыздар, бұл дивандар массаж жасайды. Ойлаңыздаршы, телевизор, мына телевизор мына жақта пультпен қосылатын арнайы императордың өзіне арналған мына телевизоры бар. Көрдіңіздер ма? Телевизордан бөлек видеомагнитофон пультпен алдыңғы орындықтарының бас тіреуішін алып тастау. Мынаны бүйтіп алып тастауға болады. мынада ешқандай кедергі жасамас үшін бұның арнайы перделері бар. Артыңғы пердесі электронды. Одан бөлек жаңа айтып өттім, телевизор бар. Телевизор арнайы пультпен. Одан бөлек мониторы бар. Монитордан бөлек мына жерде кнопкасы бар. Бұл караоке. Мына жақтан өзінің заводтан қойылған радио кассетасы, Century деген радио кассетасы. Мынаны ашып, мына жаққа кассета салып, и өзіңіздің диктофонға даусыңызды мына кнопканы басу арқылы жазуға болады. Мына жерде арнайы не қосылады, зарядка қосылатын орын, 2 подстаканник, және де бөлек климат контроль. Яғни император артында отырып өзі климат контролін қоя алады. Яғни алдындағы адам, шофер, императорға зияны тиіп кетпес үшін ол мына терезені тек қана төменге түсіре алады, бірақ жоғары көтере алмайды. Өйткені императордың қолы шығып отса, ол императордың қолын қысып қалуы мүмкін. Сол себепті император өзі ғана өзінің терезесін ашып, өзі ғана өзінің терезесін жаба алады. Одан бөлек мына жақта неше түрлі жарықтандырғыш светтер, светтің регулировкасы, мына климат контрольдің бері қарай кондиционердің өзіне бұрып қоюы. Одан кейін түрлі светтер айнаға мына жақтан Одан бөлек арнайы өзіне арналған сағат. Арнайы сағаттан бөлек, егер аяғы ыңғайсызданып, мысалы аяғын созғысы келіп жатса, мына жерде арнайы орын бар бүйтіп. Исі шофердің басына кетіп қалып
ДТП-ға түскен дейсің ғой. И шофер айта алмай отыр дейсің ғой, көке иіс кетіп жатыр мында деп. Жақсы. Енді келесі. Есікті ашып жабудың өзіне бұл жақта екі ашып тартатын жапқыш бар. Мысалы қараңыздар, есікті ашу үшін міне мынау ыңғайлы болса, мысалы, ал есікті жабу үшін міне төменде мынандай жабатыны бар міне. Көрдіңіздер ме? Екі тұтқасы бар. Біреуі есікті ашуға ыңғайлы болса, біреуі есікті жабуға ыңғайлы. Одан бөлек орталық подлокотниктен мына миллион кнопканы айтып таныстырып өттім сіздерге. Бұның барлығы жабылып міне қарапайым жай ғана подлокотник болады. Қандай керемет, қандай комфорт үшін бұдан артық не керек? Мынаны мысалы жапсақ, оның астында міне бөлек регулировка міне. Бұл бағана айттым сіздерге, магнитола міне Panasonic көрдіңіздер ме? Дауыс қойып, музыка қойып, музыканы мына жерге кассетаны салып реттеуге болады. Одан бөлек мына жерде міне шығып қоятын зат салатыны бар. Мына хромның барлығы, жігіттер, мына хромның барлығы кәдімгі қарапайым қазіргі машиналар сияқтандай пластмассадан емес, бұлардың барлығы кәдімгі металдан жасалған, 100%-лық металл бүйтіп ұстап көрсеңіздер, барлығы темір, мынаның бәрі изобильный. Прям әдемі. Комфорт үшін бағана сіздерге мысалы жүріп келе жатып көрсеттім қаншалықты көлік тыныш екенін. Рекордтар Гиннесіне кіреді бұл көлік тыныштығы бойынша. Яғни артында отырған император «Хочеміне, сімірі» деп водителіне айтса, ол жай сөйлегеннің өзіне өзінің жүргізушісі естіп отырады. Бұндағы функциялардың барлығын айттым. Мына жақта ременнің өзі, водитель жақтағы қазір мен жүргізуші жаққа барайын. Сол жақтағы кнопкамен жоғарыға төменге регулироваться етіледі. Яғни сіздің жүргізушіңіз осыған дейін бойы ұзын болды да, одан кейін бойы кішкентай жүргізуші келетін болса, оған ыңғайланып регулировкасы бар. Ременнің мынандай жоғарыға төменге жасалады. Болса, зонтикті тіреп қоятын, мында міне салып қоятын арнайы орны бар міне. Зонтикті салып қоюға болады дейді. Көрдіңіздер ме? Біздің қылышымыз секілді зонтигіміз бар. Одан кейін міне әр водительге, енді люкс машиналарда осындай болады. Әр неге есікте осындай прикурительмен арнайы салғыш бар. Массаж жасайтын болады. Міне, опсмілля, жүргізушіде не бар десеңіздер, міне жүргізушіде де комфорттың барлығы бар, өзінің арнайы климат контролі. Біз кондиционерді тексеріп көрдік, барлығы жасап тұр. Міне көлікті қараңыздар, циферблаттың өзі өте әдемі, міне сол жылдарға арналған емес, қазіргі міне Lexus'тардан ештеңеден қалмайды. Тып-тыныш. Оталып тұр машина. Газ басып оталып тұр, естімейсіз көрдіңіздер ме? Мынау мониторы, мына жерде қытайша жазуларды, жапонша жазуларды мен тұрмақ, жапондардың өздері түсінбейтін секілді. Бұл сенсорлы міне, сенсормен жұмыс жасайтын несі көрдіңіздер ме? Басылып отырғаннан бәрі. Бірақ мен түсінбеймін бұны. Жүргізуші жақта аса ондай привилегия жоқ. Қараңыздар, бірақ мен императордың аяғына ыңғайлы болу үшін мына орындықты өз жағымнан бүйтіп жылжытып алдыға и артқа міне өз орнымнан бүйтіп барлығын істей аламын. Себебі императордың комфорты, императорға ыңғайлы болуы ол менің жүгімде, яғни менің ауыртпашылығымда. Несі, қазір ашылған кезде мына жерде кассета салатыны бар. Мына ағаш, жігіттер, мына ағаш 7 слой лактан жасалған. Яғни ағаштың үстінен 7 слой, 7 қабат лак жағылған. Сыртында мысалы краскасына 7 қабат краска жағылған болса, мынаның сыртынан 7 қабат лак жағылған. Мына нағыз ағаш, кәдімгі андай өтірік не емес, таза ағаш. Көрдіңіздер ғой, мынау кәдімгі жаңа заманға сай панелі, мысалы ештеңке жоқ, бұл жерде тек қана километр. Одан кейін бензин қанша қалған және де температурасы. Одан асқан бұл жүргізушіде ешқандай привилегия жоқ. Барлығы артыңғы император мырзаның ыңғайлығы үшін жасалған. Мұның барлығы енді кез келген машинада бар. Бұлардың барлығын таныстырмай қояйын. Бұл машинада болмаса енді ұят болады жігіттер. Бұл көлікте болмаса ұят болады. Жақсы. Багажнигінің өзінде присоска бар. Көрдіңіздер ме? Өзінде присоска бар. Енді сіздерге моторын қозғалтқышын көрсетейін. Бұл көліктің қозғалтқышы рекордтар Гиннесіне әлемдегі ең тыныш бензинді қозғалтқыш деп, яғни бензинді мотор деп кірген рекордтар Гиннесіне. Ойлаңыздаршы, бұл жақта жапондықтармен тек қана осы көлікке ғана орнатылатын 12 цилиндрлы V12 мотор, 1 GZFE деп аталады. Яғни 280 аттың күшін беретін 12 цилиндрлі мотор.
Неге 280 аттың күші десеңіздер, джентльменское соглашение деген бар, яғни джентльмендік келісу деген бар. Жапонияда бірнеше мемлекет өз ішінде өзара 280 аттың күшінен жоғары көліктер шығармаймыз деп келіскен болады. Сол себепті бұл көлік енді императордың ең мықты көлік болғаннан кейін 280 аттың күшімен шектелген. Түсінікті ғой, рекордтар Гиннесіне кірудің өзін айтыңыздаршы. Ал коробкасы 4 қадамды А340 деген өте надежный, өте надежный қазір солай бұзылмайтын коробкаға өздері кәдімгі сенімді жапондықтардың коробкасы А340 деп аталады. Бұл көлік соншалықты мықты шыққан, 67 жылдан бері 3 түрі шыққан. 3 түрі де бір-бірінен аумайды. Яғни 67 жылы бірінші поколениясы 97 жылға дейін шыққан. 97 жылы дәл осы көлік 2017 жылға дейін созылған. Дәл осы көлік 2017 жылы сосын тоқтап, 2018 жылы 3-ші поколение шыққан. Оның түрі осындай, бірақ іші қазіргі заманның Rolls-Royce-тарынан асып түспесе кем түспейді. Міне көрдіңіздер, қанша жылдан бері тек қана 3 түрі шыққан көлік бұл. 50 жыл бойы бір-ақ түрі сақталған. Соншалықты надежный қылып, соншалықты дизайн ештеңкесін өзгертпей жасалған, бұл жүрекпен жасалған көлік қой. Енді мына краскасының өзі 7 қабат краскамен қапталған. Яғни бір қабат 3 слойка, 4 слойка, бұл 7 қабатпен қапталған. Соншалықты жүректерін беріп тұрып жасалған бұл көліктің жапондықтар. Бағана айдап көрген кезде кәдімгі жүрегім кәдімгі өзіме, құлағыма жүрегімнің дүрсілі естіліп тұрды ғой. Тып-тыныш, ешқандай сезілмейді. Ходовкасы барлығын проглатывать етіп жұтып қояды кәдімгі. Енді орысша сөздер қоспаймын деп едім, аңғайсыз болып отыр. Сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Императордың киімін таппасақ та, самурайдың киімін таптық. Кереге коллекшн. Аригато гозаймашита. Алишер бір нәрсе түсірем деді. Қазір Алишерға келатырмыз, көрсетеміз. Реакциясын түсіріп аламыз Century'мен. Алишерді. Москомская? Бісміллә. Осы жаққа жиналды всегда олар, Тице бұл емес дейсің ғой. На связи полкешке, примерно до сам тезет. Заеду саған кешікпеш. Қалай ойын ұнавады ма негізі? өзің қалады. Императордың машинасы ғой? Өзі салонның исашы сияқты ғой, Кәдімгі YouTube проект болды. Қазір ретро гараж. Сол машинасы. Дос мекен 25 Өзі машина жүрмейсің машина ғой? Ең бірінші көрген Астанада бір. Бірінші машина келді ғой бір неден. Түсірді ғой бір деген. Бірінші машинаға. Айдап көреді ғой. Осының бәрін жинап тұрып. Бірінші машинаны айдаған Алишер айтпақшы. Бірінші машина. Глорияны. Бүкіл машинасын сатсаң GT ма бірден аласың. Әркім қызығушылығы. Біздікі андай, менікі именно номер ерекше. Ешкімде жоқ. Бастарда киіп алып отырады ғой, сондай ғой. Жамып отырып. Апамдарды күні. Артындағы массаж бар. Массаж бар. Салонның несі бар ғой. Прямо бұрынғыдан шығып тұр ғой. Мынасы сыртын Мынаның аяққа жастың ғой. Істей ма? Аяқ па? аяғын шығарып отырады, короче, өзіне ыңғайлы болу керек. Алдында, короче, адам болмайды? Алдында адам болмайды, иә. Қалар. Кондиционер. Наушник. Тұрған. Сенсор ма? Астынан. Ана алдындағы сенсор. И алдындағысы. Қандай машина керек емес қой?
Ondan sonra aşağıda var değil mi? Ол не ғой еще присоска. Жайып қачап бір уже. Аны айдап көріп болды. Там түрі бірден көрді алсаң Давай мал руль мэрстан жеңіл ғой руль. Тыныштығын айтсай тыныштығын. Жүрегіңнің несі дүрсілешті. Вообще басқа ғой ана. Император жүретін машина ғой, комфорт андай. Вообще отқан сияқты ой қыбыр орында да. Уайымдамау керек, вообще басқа нәрсеге алаңдамау керек, ешқандай дыбыс естілмеу керек. Потолок кекші еді. Қачан бәрс. Скорості жақсы сияқты еді, жоқ тұр ғой. Мен 5 қой берем. Мынан Нурикке ая Нурик. Нурик, мына айдап көрші. Кем отыр айдап көрші. Эскастан жұмсақ. Анер айдап көрші, берді айдап көрші. Жайдан не деп айтпаймын ғой, император. Айдап көрші. Император. Отап тұрма қазір? Отап тұр, иә. Тиын, смело қойсын. Зека қойып көрейік тиын, бар ма? Жоқ. Өшірсең вообще тыныш. Жүрегің дүрсіл естіліп көрдің бе? Вообще, отап тұрма ға? Иә. Газасы? Тесла қойдырыч. Кішігірім Тесла. Скорсол. Дыма? Иә. Руль жұмсақтың қасы. Сендеңнен жұмсақыш. Императорский машинада отыр. Тас сезбейсің онда мен, тас сезбейсің. Абалеш. Тас сезбейсің. Нормально емес, абайлап. Мына бір өлген ғой. Прикинь, дауыс шықпайды, қарсы. Сен жүрсің қарсы бір ямасыз. Ямалардан жүрші, ямалардан көресің. Көрек ал, яма. Ебай, қарсы яма. Император вообще уайымдамау керек қой, короче. Сәл бүйрегі тас түсті. Бүйрегі сөргелдемеу керек қой. Натуре оны, ә? Қарсы яма, смело қарсы жүріп тұрмын. Сен бар, газ атпын, қарсы. Алиш бірінші өзі отырып тексеріп алды ғой. Эскастан құтсың ба? Айча эскастан жұмсақсақ қой. Конечно, Тойота ма анау? Тойота ғой, Центури ғой. Тойотаның ең мықты инженерлары қолдан жинайды. Әр неден жиналады. Томасы шәди. Базар жоқ. Бұзылса не қай жерден өтесің мысалы? Ау? Бұзылмайды қой. Бұзылмайды ғой, 100 жылға гарантия ғой бұда. Ана бұрынғы не шығады ішіне, баяғы не шығады. Қара, сен мені, короче, не істей аласың да, қимылдата аласың да ше. И артындағы адам өзінің несін массаж жасап, ананы түсіресің ғой сен ше. Алиш, түсірші, терезесін түсірші. Түсірді ғой, водитель оны көтере алмайды. Сен көтерші, Нурик. Көтере алмайды, короче. Көтере алмайсың, не үшін білесің ба? Ал уже несі қоспауы ғой, қолын қысып алады, короче, деген. Қолын қысып алады, типа. Абайлар қолын қысып алып байқамай соттап көттіңдер. Сағатын. Кондер ұрттырған Жай айтыр ғой еще. Қазір кондер өрсің, дауыс шығарсы, дауыс Өшеді. Чистый звук қой. Өлең жазып қойды. Оталдық өлең жазып қойды. Ақында осы сөйлерді, қызығатындар көп шығарғанда, иә? Өте көп қой, қазір бір айда уже 35-50 мың просмотр қарап отыр. Ешқандай рекламасыз, ешкімсіз. Осы ерекше контентке до конца поддержка историяға салып, бәрін поддержка базар жоқ қой конкретно. Осы тағы машина бар ма, әкелесің бе әлі? Әкелем ғой. Қандай машина әкелу керек екен? Қандай бөлек тағы қасына. Короче, мен мынандай әкелгім келіп жатыр, қазір ақша жоқ, если бір девилім, ана өткенде райымдық біреу өтсе, короче, сатылып кетеді, мысалшы. Сол кезде не әкелгім келіп жатыр, андай маслкар әкелгім келіп жатыр, кәдімгі ана жұлқиды жаңа мустангтарға қызығады ғой бәрі. Иә, и сол кезде сендермен 100-ке тұруға болады да, андай егер не әкелсең. Короче, онда Құдай қаласа ол өтіп кетсе, онда сондай машина әкелсе. Плимут Фьюри деген қарап қойдың, мынандай алдына мотор шығып тұратын ше. Тесіктен мотор шығып тұратын, алды көтерілетін, короче. Вот сондайға уже не істеп қойдың, келісіп қойдың да, бағасымен бәрімен. Енді егер бір машинам өтсе, сразу сондай алып, уже неге келіп жатыр? Капот ашып көріп алыпсың, капотын? Да, конечно. Тиын қоясың ба? Дауыс моторын дауыс шықпайды. Тиын қоймақсың, қойып қойшы ғой. Қайсында қайсында? Андай қояды ғой, тұтпақ қаламады. Оны сәсті қойдыңдар өзі. Қайсан? Тиында кет қолында.
Қуанса қайып, қуамай мені. Қайсы таппайды, Rolls-Royce таппай ма? Сен не жерге қоя? Жерге де қоймайды зақым. Бұл жерін Нұрғалиевтің қателігі. Біз қоямаған ғой. Біз қоймайтын нәрсе не? Әке былай қойшы, просто аласың да былай. Это чудо. Японский инженерный мист. Оны қандай жерге қойсын деп ойлаймын. Ресмен отам. Жаңа айтыңдар ғой сен. Қоямайды, қойсаң тұрады. Короче, Адюх ол ішінен істемейді. мынау жалғыз V12 Toyotаларда шығатын, осыған ғана шығады. 12 цилиндр ма? Иә, жалғыз осыған ғана 12 цилиндр қойылады Toyotаның ішінде. И 280 аттың күші бар, өйткені максимум Японияда разрешение 280-ге ғана. Осылай екеуі орнатқан. Жабаса Жекемен таныстырайын. Бидейдің ішіне кіріп. артында багажникінде присутствие болады. Значок бал ғой. Короче, бағана күтемін, мотор бар ғой алдында тұрған, дәу соны күтемін. Жоқ, серьезно, өзімде де қазір интерес бешеный сондайға ше, мен мысалы, ода жарысып отырып ол көрмеген оны жүздікке қандай екен. Ну, қазір неден көрсең, прям қызғасын да Американ сайттарынан көрсең. И ойла Қазақстанға келдім да, прям моторымен сонда и жарысып. Короче, егер соны әкелсе, GT-мен қоямыз, бір нормальный приз қоямыз да, GT-мен жарысып қоямыз. Аштың да? Аяққа бастадыңыз. Састып отыра бересің ғой шешеңе. Мен аштың да, аяғын алды, аяққа басасың. Мен аяқ салып демамам, аяққа созым отырасың. Таза император отырады. Түсінбейді сүреді, білмейді да бұндай машиналар бар екен мысалы. И от сен мысалы көрдің ғой, көрдің да, и түсінесің, что комфортный ескі машина бар екен. Бәрі ойлайды, анау біздің СССР машинасында салдақлап қойған бейде салдырып көтеріп алып, иісін бәрі шығып тұрады. Все анда, брат, Аман көрген жүйттің ағам осы. Бейбейді ма? Көрейік бір Мотор емес па? О да жеті мотор. Осыған жарысатын машина табамыз. Американцы. Да, қазір Бұны таныстырайын енді. Ең шумный мотор. бізде мынандай неде жоқ қой, брат. Ретроның бірінде мынандай панельдер жоқ қой. Осы ерекше ғой. Мынау біз үшін галактика болды, короче. 640 аттың күші стоковый. 640 ат. Бірақ тексергенде 720-ға дейін бар. Сток 720. 640 деп естіген ба жазған ба? Мен алдында обзор ламбаға жасадым ғой, тоже 640 аттың күші бар. Мен негізі 2 ай бұрын әкелдім ана. 2 ай бұрын SK деген жоқ тұғын, аты крило шығып тұрады. Крило жабықтар бар. 60, 23, 43 деген. Мен әкелдім, тағы біреу жүріп тұр. Қасында 2 уақыт. Сен жақсысың ғой, брат, Қазақстанда жалғыз деген. Сен екеуміз бір тема дейсің. Салон қызға мен, қызы салон. Әдем, брат, анай. Самолет емес, аны болады бір андай космический бір нәрселер қосатсың ғой, планетарный. Көтенің сөзкі бар. Әдем ба? Көтенің күші. Құйрығы пашаға келетін еді. Жаңа паша, борша. Қайман дегендерге келеді. Ана майра келеді. Ау, көрейін брат. Көрейік просто. Может тутат что? Может быть, да. Ерекшеліктер бар ғой әйтеуір. Бар ғой. Бұйырса осымен міне, осымен ана бағана дайындап отқан машинасы майга болады. Короче, old car, new car деп ана жарыстырады Америкада ескі иә, мен иә. жаңа, короче. Неге стокқа қойды, ескі Mustang пен жаңа типа деген сияқты. Сондай мен көреміз ғой, короче, новый мен ескі. Кейін аласың, ескі конкретно. Жаңа ескі адам аласың. Черный бейде былай болады, черный бейде.
болса ескі неден келдім. Короче, қызықпайды не болса да. Ендеше жігіттер, мен тырысып қолымнан келгеннің барлығын жасап жатырмын. Сіздерге ұнап жатыр деген ойдамын. Шын жүректен мен әрі қарай да қолымнан келгеннің барлығын жасай беремін. Сіздерге тек қана мықты контент беруге тырысамын. Ал сіздер біздің каналға жазылып, достарыңызға WhatsApp-тан, Instagram-нан таратуды ұмытпаңыздар. Сіздер сұрадыңыздар, көбірек көлікті айда деп. Бүгінгі шығарылымда мен өте көп айдадым көлікті. Міне кешке дейін, таң атқаннан кеш батқанға дейін айдадым. Одан бөлек сіздер сұрайтынсыздар, бір сөздерді қайталай бермей, қараңыздар деген сөздерді айтпа деп. Мен тавтологияға қазір жол бермей, бір сөздерді қайталамай жүргізуге тырыстым. Яғни мен қолымнан келгеннің барлығын істеп жатырмын. Енді сіздер де осы контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Легенда, мен сіздермен біргемін. Келесі шығарылым бұдан да қызық болсын. Рахмет, Каз Ретро Гараж әрқашанда сендермен.